Сәлем, қазір ягодный пирог пісіретін боламыз. Мен 2 пирогтың рецептісімен жасап жатырмын, бірақ описанияға 1 пирогтың рецептін тастап кетем. Ұнымыздың үстіне ертілген сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мынандай үгітіп жібереміз. Сосын жаңағы жұмыртқамызбен секерімізді жақсылап араластырамыз. Секерімізді ерігенге дейін бөлек араластырамыз. Ана ұнға қосқанда ерімей қалады, қант болып тұрады. Одан кейін мына ұнымыз бен сары майымыздың үстіне разрыхлитель тозымызды сеуіп, жаңағы ертілген жұмыртқамызды құйып, нан илейміз. Қамырын илеп 20 минутқа холодильникке жібереміз. Одан кейін начинкамызға кірісеміз. Начинкамызға творогымыздың үстіне қаймағымызды, секерімізді және жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап араластырамыз. Әбден араластырып, қамырымызды 28 диаметрге салдым мен. Осындай 28 диаметрге салып, вилкамен тесіп, начинкамызды құямыз. Үстіне любой начинка, ягоды салып пісіре берсеңіздер болады. Ас болсын, осындай жасап көріңіздер, өте күшті шығады.